Shri Shrimati Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jantan oğlumunun 6. tarabının 5. bölümün Ağılşın tilini Қазақшалауым. 5. Navruz 2021 yıl. Tuğan atım Ercan İlyasulu, ruhaniyatı Murat Hişyamadası. Beybiçilik formulası. Soğuşqa qarşı narazılıq qızğan 1966 yılın аяқ шенінде бұрын дүкен болған үйде орналасқан кішкентай храмында мимограф арқылы Америкада алғаш басылып шығарылған Шрила Прабхупаданың мыңдаған үнпарақтарын ізбасарлары мен жақтастары Нью-Йорк, Сан-Франциско, Монреал секілді көптеген шаһарлардың көшелерінде таратты. Соғысқа қарсы мәселенің жап-жаңа амалы болған Шрила Прабхупаданың бейбітшілік формуласынан мыңдаған американдар түбегейлі шешімдерін тапты. Басқаның меншігіне өз меншігінде қол сұғып, осылай табиғат заңын орынсыз бұзып жүрген бүгінгі өркениет үлкен қателікке жол беруде. Өте қатал табиғат заңынан бірде-бір тәуелді жан қашып құтыла алмайды. Тек Кришнаны танитын бакта ғана қатал табиғат заңын оңай еңсеріп, бұл денеде бақытты да тылсым тыныш күн кеше алады. Мемлекет тәртібін әділет министрлігі қорғайтын тәрізді, жаһан мемлекетінің титімде ғана бір бөлігі болып табылатын осы жер шарында табиғат заңдары қорғайды. Бұл табиғат бүкіл тіршіліктің ең жоғарғы меншік иесі болып табылатын Құдайдың санаулы энергияларының бірі ғана. Сондықтан осы жер шары Құдайдың меншігі болуына қарамастан, біздер тірі жандар әсіресе аталмыш өркениетшіл сымақтар жеке және бәрі бірлесе жалған ұғым ырқымен алданып, Құдайдың меншігін өзіміздікі деп мәлімдеп жүрміз. Егер бейбіт тыныш өмір сүргілеріңіз келсе, осы жалған ұғымды ойларыңыздан да әлемнен де алып тастаңыздар. Адамзаттың меншік иесімін деген осы жалған мәлімдемесі, жер шары адамзаттың меншік иесімін деген осы жалған мәлімдемесі жер шары тыныштығының бұзылуына себеп тудыруда. Ақымақ аталмыш өркениетшіл сымақтар құдайсыздықтардың салдарынан Құдайдың меншігін меншіктену құқығын талап етуде. Құдайсыз қоғамда бақытты тылсым тыныш өмір сүру мүмкін емес. Тәңір Кришна Бхагавад-гитада 5.29. Барлық құрбан шалу мен тапасиялардың жемісін татушы, бүкіл планеталар мен девалардың жоғары тәңірі және барша тірі жандардың жарылқаушы әрі жандосы, бір ғана мен екенімді толық ұғынған данышпандар фәни қасіреттерден арылып тылсым тыныш күйге енеді деп бейбітшілік орнату жолын осылай түсіндіреді. Сондықтан егер бейбіт тыныш өмір сүргілеріңіз келсе, Құдайдың киелі намазын әндетуден тұратын қарапайым тәсілдің көмегімен әрқайсыңыз және бәріңіз бірге саналарыңызды Кришна тану санасына айналдырыңыздар. Әлемге бейбітшілік әкелетін осы тәсіл іс жүзінде мойындалғандықтан Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харені әндету арқылы баршаның Кришнаны тануына кеңес береміз. 480 жыл бұрын Тәңір Шри Чайтанья Индияға әкелген осы іс жүзінде іске асатын аса қарапайым әрі асқақ бейбітшілік формуласы енді сіздердің елдеріңізге де келіп жетті. Жоғарыда ескертілген осы қарапайым тәсілмен айналысыңыздар. Бхагавад-гита қаз-қалпынданы оқу арқылы шын ішкі жан дүниелеріңізді таныңыздар және Кришнамен, Құдаймен жоғалтқан қарым-қатынастарыңызды қалпына келтіріңіздер. Сонда дүние өзі тыныштанып көркейеді.